Assalamu алейкум, құрметті көрермен. Әлмисақтан бері мал шаруашылығымен айналысып келе жатқан халқымыздың мал шаруашылығы және ветеринар саласына қосқан үлесі орасан зор. Өкінішке орай, қазіргі таңда тамаша ветеринарлық халық ем-домдарымыз ұмытылып бара жатқаны шындық. Осы видеода сіздерге сол ұмытылып бара жатқан ветеринарлық халық емдеріміздің қолдану және рецепттерімен бөліспекшімін. Видеоны бастамас бұрын осындай қазақша контентті қолдап, лайк басып, арнаға жазылып, бұдан кейін де бөлісетін құнды ақпараттарымызды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басыңыз. Сонымен қатар өз ойларыңызды комментарийға қалдырыңыз. Біз үшін сіздің пікіріңіз маңызды. Жылқы десе ішкен асын жерге қоятын халқымыздың жылқы түлігіне деген мәртебесі бөлек. Бүгінгі видеода жылқыда үнемі кездесетін арқа басының жауыры туралы болмақ. Жауыр жылқының шоқтығын қапталын ер басудан, жүк артып ыңыршақ басудан пайда болған жаншылған жарақат. Бұл істетудің дұрыс болмауынан пайда болады. Ал емдеу жолына келсек, бірінші, күйдірілген ара ұясы мен ашу тастың әрқайсысынан 10 үлес, борпылдақ саңырауқұлақтан 5 үлес алып, араластырып, ұнтақтап жауырға себеміз. Екінші, күйдірілген кірпі терісінің ұнтағын күнжіт майына қосып, жауырға жағамыз. Үшінші, сөндірілген әкпен малдың өтін үйлесімді мөлшерде қосып, өт қалтасына салып, көлеңке орында кептіріп, жауырға себеміз. Мұнда айтылып отырған әк дегеніміз өзіміз ұяк дейтін ызбош. Төртінші, 4 үлес портулаққа 1 үлес әк қосып, жаншып, талқандап, жауырға себеміз. Бесінші, әкпен рауғаш ұнтағынан тең мөлшерде күшала қосып, талқандап, жарақатты жуып барып себеміз. Жоғарыдағы рецепттерді басқа да сыртқы жарақаттарға істетуге болады. Құрметті көрермен, бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып, арнаға жазылып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыз. Қолдап қойыңыздар. Рахмет сіздерге. Көріскенше сау болыңыз.